Қайырлы күн! Егер сізге дәл қазіргі уақытта кәсіп бастау үшін өзіңіздің күйеуіңіздің, яғни жарыңыздың келісімі керек болып, оған тәуелді болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Мен бұл мәселенің шешімін білемін. Барлығы сіз ойлағаннан да жеңіл. Ақылдасу әрине өте маңызды, бірақ екінші жартыңыз бұл саланың маманы болса ғана әрине. Айтыңызшы маған, сіздің күйеуіңіз кәсіпкер ме? Ол интернетте телефон арқылы миллиондар жасай ала ма? Егер менің тістерім ауырса, мен тіс дәрігеріне барамын. Егер менің шаш үлгімді өзгерту қажет болса, мен шаштаразға жазыламын. Айтайын дегенім түсінікті болған шығар. Немесе басқа мысал келтірейін. Сұлулық салонында күшті акция болып, ол жайында күйеуіңізге айтатын болсаңыз, ол оны әдеттегі ақша құрту немесе шығын деп ойлайды. Сол себепті бұл ақылдасу сізді керемет мүмкіндіктерден айыруы мүмкін. Әдетте әйел адамдар ер кісілердің ойында кәсіпкерлік қызметпен байланысты болмайды. Себебі ол отбасының қамқоршысы болып үйреніп қалған. Ақша табудың қандай да бір әдістері мен тәсілдерін, бизнес бағыттарын әйел адам емес, ер жігіт қана ойлап табу керек деген жалған түсінік қалыптасып қалған. Әдетте әйел кісі күйеуім қарсы деп айтып жатады. Соншама не нәрсеге қарсы екен? Ол сіздің әл ауқатыңыздың өсіп, жалпы отбасының байып кетуіне қарсы болғаны ма? Әркімнің өз ойы болады. Және әркімнің таңдау жасауға құқығы бар. Жақындарыңыздың ойы әрине маңызды, бірақ сіз ғана өз өміріңізге жауаптысыз. Және сіз ғана өз өміріңіздің сапасын өзгерте аласыз. Сонымен, сіз үшін не маңызды екен? Егер сіз интернетте қазір табыс көзін іздеп жүрсеңіз, демек сізге қаражат керек. Күйеуіңіз сізді шетелдегі сапарлармен, жайлы өміріңізбен қамтамасыз ете алса, онда оныкі дұрыс. Сізге табыс тауып, күйеуіңізге көмектесудің қажеті жоқ. Бірақ жоғарыда айтылғандай болмаса, онда отырып ойлану қажет. Әйелде қандай да бір қозғалыс, қарым-қатынас болса, ер жігіт оны отбасына, маған аз уақыт бөледі деп қорқады. Сондықтан бірден күйеулеріңізге келіп, мен осындай керемет жобаны бастап, өзімнің бүкіл әлемдік бизнесімді дамытамын. Мерседеске отырып, миллиондаған ақша табамын деудің қажеті жоқ. Ер жігітке бұның барлығы өтірік емес екеніне дәлелдер керек. Ол сізді белгілі бір жетістіктеріңізді көріп, өзі көз жеткізу қажет. Өзіңізге 3-4 ай көлемінде уақыт сұраңыз. Барлығы ұнап, қолыңыздан келген жағдайда алып кететініңізді. Ұнамаса қойып, кез келген уақытта әдеттегі өмірге оралуға болатынын түсіндіріңіз. Күнделікті болып жатқан өзгерістеріңіз жайлы да ескертіп отырыңыз. Күйеуіңізге сізге ұнайтын ісіңізбен айналысып жатқаныңызды түсіндіру үшін әрдайым қуанып, күлімдеп, позитивті эмоциялар сыйлауға тырысыңыз. Мұңаю мен алаңдауға, өкпе мен ренішке жол бермеңіз. Сіздің мақсатыңыз өзіңіздің өсіп дамып келе жатқаныңызды көрсету. Сол кезде ол барлығын түсінеді. Сізде телефон қарауға рұқсат болса, әлеуметтік желілерге де кіруге рұқсат болса, неге осының барлығын пайдамен өткізбеске? Күніне 2-3 сағатыңызды интернетке бөліп, үлкен табысқа қол жеткізсеңіз, бұның несі айып? Қайта көмек болады. Клубымыздың көптеген әйел адамдарына жұбайлары тура солай кәсіп жасауға рұқсат бермейтін. Бірақ қазір қомақты табыстарды көргеннен кейін өздері көмектесуге дайын тұр. Себебі олар барлығын түсінді. Қауіптің мүлдем жоқ екендігін, бір рет салым жасап, шексіз табыс табуға болатындығын түсінді. Егер адам ақылды болса, ол барлығын түсінеді. Ал егер күйеуіңіз ақымақ болса, сіз сондай адамды өзіңіз таңдадыңыз. Демек, бұл сіздің таңдауыңыз. Онда күйеуіңізге онлайн кәсіпке деген ойын өзгерту қажет. Аталғандардың барлығын ақылмен, сабырмен шешуге тырысыңыз. Кейде ер адамдар соның өзінде де кәсіпке неге қарсы екенін де түсіндіре алмай жатады. Менің ойымша, отбасыда әйел кісінің дауысы мүлдем ескерілмесе, онда шынымен қиын болғаны. Өзінің сүйікті әйелі барлығынан құпия жұмыс істеуге тырысқанда, бұл маған Сауд Арабиясын еске түсіреді. Кейде мәселе кеңес алып, ақылдасуда емес, белгілі бір күмәніңіздің бар болғанынан туындауы мүмкін. Егер сізді мазалаған сұрақтарыңыз болса, мен әрдайым жауап беруге дайынмын.